Бәріңе сәлем, сендермен бірге мен Аружан және де мамыр влогқа қош келдіңдер. Сәуір влогтың монтажын енді бітірдім, енді салғамын, хотя уже мамыр болып жатса да. Сол себепті мамырға мен енді көшіп жатырмын. Менде мамыр енді басталып жатыр. Менде мамыр айлар осы влогтың уақытымен басталатын секілді. Бүгін 11 мамыр, значит ертең мен 21-ге толамын. Бүгін менің 20 жастағы соңғы күнім. Өте қызық. Бұл жолы туған күнімді мен вау қылдырып өткізгім келген жоқ. Шетелге шыққым келді, бірақ шетелге билет алып үлгермей қалдық. Бірақ ертең күшті бір ата-анама сыйлық жасайтын боламын. 21 жасымда ата-анамен өткізуді таңдадым. Себебі оның алдында мен шетелде болдым. 20 жасымда мен шетелде қарсы алдым. 19 жасымда шетелде анаммен қарсы алдым. 18 жасымда достарыммен қарсы алдым. 17 жасымда тоже достарыммен болдым. В общем, андай отбасыммен соңғы рет 15 жасымда ғана атап өткен шығармын туған күнді. Сол себепті бұл жолы отбасыммен бас қосып отырып, бұл күні мен ата-анама сыйлық жасағым келіп отыр. Өйткені олар мен үшін өте осындай жетістікке жетіп жатқаным олардың арқасы, олардың қолдауының арқасы. Мен кейде ойлаймын, мысалға мен оқудан шықсам да, орамал тақсам да, блог бастасам да, шетелге жалғыз кетіп қалсам да, бір рет емес еще бөлек шыққан кезде де ұрсады ғой, бірақ сонда да менен бас тартқан жоқ. Яғни мені осылай қабылдады. Сол себепті мен оларға өте үлкен рахмет айтамын. Және де ертеңгі күні сол бір менің туған күнімді пайдаланып оларды қуантқым келіп отыр. Қазір ойланып жатырмын, тарға барайық па, сандыққа барайық па. Сандық кішкене маған ауыр болып кетеді. Бірақ тарда да дұрыс тамақ жоқ. Білмеймін, бүгін 12-де құрбыларым келуі мүмкін, бірақ мен олар намек тастады, бірақ білмей тұрмын. Маған бәрібір келсе де келмесе де, оның үстіне көп құрбыларым қазір тұрмыста, түнде шыға алмайды. Сол себепті мен естеймін. Бірақ өзіммен де уақыт өткізгім келіп отыр, дарама қарап жатып. Гүлге назар аудармаған ғой. Ән біткенше тұрамыз өші. Бүгін менің туған күнім деші. Алдын салып тілеймін, бақытты өмір сүргін. Наконец-то жетті. Қойш. Аш. Напринт маған қатты ұнайды. Тренд сразу депші. Маған туған күніме Аружан осындай әдемі көйлек берді. Қытайдан алып келді. Өте әдемі. Тұста бір күні бір жаққа киіп шығам. Өте әдемі. Сағат әлі 12 болған жоқ, бірақ 12-ге дейін осында отырсам таң қалмаймын. Сырттан да қыздар ашуға тырысып жатыр, бірақ ашылмай жатыр. Күтеміз. Біреудің келгенін ашқан. Сіздер біздің құрбымыз туған күніне бір жарты сағат қалғанда туалетте қамалып қалды. Мен мұндай кинодан ғана көретін едім. Ночевкамыз жалғасуда. Мен гранатовый сок, чипсы және семечки алып алдым. Жаңа тост айтып, тортпен кола іштік. Шыны керек, қазір туған күнді ерекше күшті қылдырып жасауға қатты қызығушылық та жоқ, желание болған жоқ. Сол себепті осылай әдеттегідей өтіп жатыр. Қыздармен бірге қазір драма қараймыз.
ертең кешке ата-анамды кешкі асқа алатын боламын. Осылай өтіп жатыр. Бәріңе сәлем. Бүгін 12 мамыр. Осылай кеше макияжымды өшірмей өстіп ұйықтағанмын. Кеше 3-те ұйықтадық, кино көріп. Қазір енді магазинге шықтым. Таңғы асқа бір заттар алып, сөйтіп таңғы астанып күшті завтрак ішетін боламыз. Кешегі чипсылардан кейін ауыр тамақ жеуге қатты желанием жоқ. Секімді жан. Көзіміз өсіп. Сен Аржан дедің ғой? Мен сөйледім бай. Сөйледің. Аржан дедің. Есімде жоқ. Таңғы асқа осындай ең қарапайым хобби. Кешегі торт. Бүгін туған күнімде жұмыс істеуге ассистентіммен кездестім. Асыл зат. Сұлу қыз енуда оқиды. Бүгін жұмыстарымызды жасап алдық. Енді қазір семейный ужин. Уже біздің семьямыздың мүшесісіңдер. Уже. Мен всегда сестренка болған қалаған деші. Достар, біз отырдық. 2-3 сағат көлемінде отырдық. Енді қайтып жатырмыз. Мына бетті көрдіңіздер ма? Шашылы жер. Артық салмақ уже бетімде. Біз киноға келдік. Мен өзімен су алып алдым. Майкл деген киноға келдік. Арумен 5 минутқа кешігіп жатыр. Достар, біз кинодан шықтық. Майкл деген кинодан. Қалай ұнады ма? Қатты ұнады. Прям советую барлығы көру керек. Көл кезі. Басталғаннан соңына дейін мотивация қайттық. Денең тітіркеніп отырады. Прям күшті. Жылап алдың, иә? Мен басталғаннан жыладым, білмеймін, өзімен. Неге? Неден деп ойлайсың? Білмеймін, анда ше. Майкл Джексон десе мен жүрегім ауырып кетеді. Білмеймін мен оны. Жаны деген сияқты. Өліп кетті деп. Иманды болсын. Қазір сағат түнгі 12. Туған күнім осылай аяқталып жатыр. Бәріңе сәлем, достар. Қазір мен бір қызбен кездесуге шықтым. Ол қызбен біраздан бері кездескіміз келіп жүрген. Бүгінге сәті түсіп тұр екен. Аялаған астанамыз болып тұр ғой. Өте әдемі. Вот она сидит, отыр. Үлгермей қалдым деші. Қалайсың? Жақсы. Достар, қазір мен Марвинға келдім. Көптен бері бір кітапты алғым келіп жүрген. Мен осындай кішігірім покупкалармен шықтым.
өте қатты қуанып тұрмын. Мына эмоцияны айтып жеткізе алмаймын. Өзімнің қалап жүрген косметикамды алдым. Тек косметика емес, әрі білім алдым. Кітап өте көп. Алғым келіп жүрген кітапты алғаныма мәзбін. Қазір енді осы кітапты кофе ішіп отырып кітап оқуға тарыға бара жатырмын. Қараңыздаршы достар, астанамыз құлпырып кеткен өліртімен. Өте әдемі. Ал достар, қараңыздар. Әне. Осылай кешкі күннің батысын қарсы алып отырмыз. Менің бүгінгі серігім әлі шықпаған подкаст. Подкасттың иесі. Иә. Бастығы. Иесі. Бұйырса шығады. Подкасттан кейін кездескен жоқпыз. Подкастын жазғанына бір ай болды, әлі шыққан жоқ. Выйдірейін. Бәріңе сәлем. Бүгін бізде өте ерекше түсірілім болады. Анель қызымыздың бүгін үйлену тойы. Осы жерде, отельде Анельдің тойға жиналып жатырған фотосессиясын жасаймыз. Нешеде тұрдың бүгін? Біздің Анельдің Шымкентте тіктірген фотосы. Өте әдемі. Біздің пердеден де әдемі екен. Қазір Анеляны түсіріп жатыр фотографтар. Үшін тойға дайындықтан суреттер, видеолар жасап береді. Осындай өте әдемі номер. Мына көріністі айтсаңыздар. Хилтонның номерінде қандай заттар бар екен? Өздерің оқып алыңдар. Қырыну жиынтығы. Артында. Күтім сәндік жиынтығы. Анель, кстати, менің образым қалай? Что? Классно. Достар, біз келдік. Анельдің группаласы. Қазір біз кіреміз. Астыма мінген атым ген әдушкі, шабамын көңіл ашып демін үшкі. Нес тойып насып ете. Уже той бітті ма не деп ойлап жатсаңдар, жоқ. Той біткен жоқ, бірақ біз шығып кеттік ақша шығару үшін. Тойдың ортасында қазір еді қайттан баратымыз. Қияй, қияй, қатирай, сағирай, үсибай, назирай, қимай бір, имай, әшекей қыз айжанай. Сәлем достар. Бүгін бізде 15 мамыр. Және де бүгін күні бойы мен жұмыстарымды жасадым. Менің күнім қарапайым, сол отырып жұмыс жасаумен, сосын үйде кітап оқып, үлгерсем сабақ қарап өтеді. Сол себепті қарапайым күндерімді түсіретін ештеңе жоқ. Бірақ қазір бүгін құрбыммен кездесіп паркта жүретін боламыз. Паркта қандай күшті жер ашылғанын қараңыздар. Танымай қалдым. Телефонды ұстап келе қойдым. Я люблю тебя.
Kechkin dağlanım, özümden atı sağlam. Gel, ancerimden işinde gelsin giyip kere. Seni suyup dağlan büyük dege. Ал достар, біздің кітап толқымыз аяқталды. Прям бюджетный поезалан каверді кеңес беремін. Күшті, ұнайды маған. Біраздан бері косметикамды жаңартқым келіп жүрген. Қазір толықтай жаңартып жатырмын, өйткені бәрі бітіп қалды. Қазір сағат таңғы 9:30. Алматыдан келген қонағым күтіп қалды мені. Қазір таныстыратын боламын. Қана ғой менде бүкіл басыммен, жан тәніммен бүгін кешке шықтым. 10.000 шагы жасауға, 10.000 қадам жасауға. Қазірше 6.000 жасадым, тағы 4.000 қалды. Мына өзеннің жағасын айналып жүрмін. Сөйтіп 10.000-ға жеткізіп тастаймыз қазір. Қазір сағат кешкі 10:30 болып жатыр. Жаңа өмір бастайын деп сен ойлауды тастайын деп міне күн мен түн алмасты қайтадан Ең жаман дастарханымыз осындай болсын. Осындай әдемі этно-шопандардың магазинінде бүгін ашылу болады. Достар, қазір бізге киім таратып жатыр. үмітімді сен іздей өткінші сезім емес бұл дей алмай болдым қал жаным сен іздей қаламаймын басқа ешкімді құтқара алмайды ішімді жаңа өмір бас Бәріңе сәлем. Бүгін бізде 31 мамыр, және де соңғы уақытта осы күшті өмірімде іс-шаралар болып жатыр, бірақ оның барлығын дұрыстап блогқа түсіріп үлгермей жатырмын. Мысалға кеше арнайы дүкеннің ашылуы болды, және де сол жерде біз модель ретінде дефиле жасадық. Және де естеріңізде болса, алдыңғы блогтарда осылай моделинг бойынша обучение өтіп жүр деген болатынмын. Және де қазір уже показдарға шығып бастадым. Мамыр менде өте күшті ай болды, продуктивті ай болды. Бұйырса маусым блогты күтіңіздер. Және де бүгін 31 мамырға тағы да өте ерекше, өте деген сөз неше рет айттым. Ерекше іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Яғни өздеріңіз білесіздер, мен үлкен бір комьюнитидің, клубтың негізін қалап жатырған адам ретінде әрдайым қызық форматта офлайн кездесулер ұйымдастырып отыруға тырысамын қыздарға. Және де бүгін сол бір шайға мақсат жазып, медитация жасап, арнайы техникаларды орындап, қыздарды үйге жинайтын боламын. Именно домашний атмосферада жасауды жөн көрдім, себебі коворкингте болсын, кофейняда шумно болады, немесе бір атмосфера болмайды да бәрібір. Сол себепті бұл больше душевный отырыс болғандықтан үйде жасайтын боламын. Мен соған бүгін азан мен үйден шығып, магазин онда ашылатын болса, сол онда бір дүкенге барып, күшті двойка сатып алдым. Бүгінгі кеште соны киетін боламын. Ал қазір примерно программаны дайындап жатырмын. Қыздарды мен 3-ке шақырдым. Ниетім таза, жолым ақ, тамырым қазақ, жүректе хақ.
арманым биік мінезім жұмсақ таңертең кофе ішем түнде жоспарсызым көше емес білім таңдап мақсат қойдым жүріп алға трендті емес жүректі тыңдайм тағдырға сенем жазылған маңдай. Кездесу сіздердің комфорттарыңыз үшін қазір қалатындарыңыз қаласыздар, бір сәтке жұмыстарыңызды, бастарыңыздағы проблемаларыңызды барлығын ұмытып, бір сотрудник екендеріңізді, адам екендеріңізді, ана екендеріңізді, қарындас немесе қыз екендеріңізді ұмытып, бәрін миыңыздан шығарып, киноларыңызды көріп, ойындарыңызды ойнап, бір расслабиться етуге өздеріңізге рұқсат беріңіздер. Танысқаныма қуаныштымыз. Кездесулерде Дина өзі жүргізеді. Кездесулерді айта кетейін.